Ана қоятын жерін қойып сөйлейсіздер ғой, иә? Қайырлы күн, құрметті көрермендер, сіздермен бірге ойланайық студенттік подкаст жобасы эфир жүргізушісі мен Мүбәрәкұлы Абай. Біз Астана қаласындағы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінен байланысқа шығып отырмыз. Біздің жобамыздың тұңғыш қонағы, инженер жобалаушы, Парақта жобасының жетекшісі, ойында ойлы жастар командасының директоры Ердәулет Құрал Аянұлы. Қош келдіңіз, Ердәулет мырза. Қош көрдік. Шақырғандарыңызға рахмет. Сізге қоятын алғашқы сұрағым, бізді көріп отырған көрермендер сізді кім ретінде тану керек? Жалпы сіздің хоббилеріңіз туралы, жетістіктеріңіз, нәтижелеріңіз туралы алда тағы айта жатамыз, бірақ сіздің өзіңіздің аузыңыздан естігіміз келіп отыр. Сізді кім ретінде тануымыз керек? Біріншіден, әрине менің өзім мамандығым бар, инженер жобалаушы, яғни құрылыс саласындағы маман ретінде білу керек деп ойлаймын. Одан кейін осы бір кітапты насихаттаушы ретінде. Тамаша. Кітап оқуды насихаттаушы. Тамаша. Сіз өзіңіздің әлеуметтік желіңізде бөліскендей, Парақта Telegram боты 2025 жылдың 28 қарашасында жасалған статистика бойынша 25 өңір мен 2 мемлекеттен 396 оқырман жинапты. Ал енді бұл статистика дәл бүгінгі таңда қалай өзгерді? Дәл қазір біздің Парақта Telegram ботында қанша адам бар, және алдағы уақытта осы Парақта жобасынан қандай нәтиже күте аламыз? Негізі Парақтаның ең бірінші миссиясы ол жалпы қазақстандық кітап оқитындардың барлығын бір платформаға жинау. Яғни бізде қазір айтып жатыр ғой, Қазақстан кітап оқу бойынша 93-ші орында, немесе қазақтар осындай ғана кітап оқиды деген сияқты. Бірақ мен ол статистикамен келіспеймін. Себебі, мысалы, сізбен бізден келіп, нақты қандай кітап оқыдың, неше кітап оқыдың деп сұрамауы мүмкін. Ол статистиканы менің білуімше кітапханалардан алады. Сондықтан да ол кішкене шындыққа әділетсіз дегенде кішкене ауытқулар болуы мүмкін деген сияқты. Сондықтан да біздің ойымыз барынша осы Парақтаны дамытып, ол жерде жаңағыдай бәрін тек бізді ғана қолдану керексіңдер деген ниет емес, тек қана статистика үшін ғой. Яғни барлық қазақстандықтар шынымен де қандай кітаптар оқиды, қандай кітаптар трендте, күнделікті қазақстандықтар кітап оқиды, қанша кітап оқиды деген қызық. Мысалы, қазір бізде белсенді адамдардың саны күнделікті 50 адам болуы мүмкін, 50-60 адам болуы мүмкін, бірақ күнделікті 2000 бет, 3000 бет оқып отырады. Күнделікті статистика шығып отырады. Соның нәрсені көргенде мындай, соның бір бөлшегі ретінде сөйтіп сезінесің да, басқа кітап оқитындармен бірге деген сияқты. Бірақ қазіргі жалпы қолданушылардың саны 1500-ға жетті. Бірақ сол күнделікті, мысалы, мен бүгін оқып, ертең оқымай қалуым мүмкін деген сияқты. Бірақ негізі белсенді қолданушылар соның ішінде ай сайын бір 100-дің айналасындағы адамдар деп ойлаймын. Тамаша, тамаша. Осы Парақта жобасын ашуға түрткі болған демек статистика, Бірінші, жаңағыдай статистика, ол жаңағыдай статистика жаңағыдай орта ғой. Тағы бір ойланған нәрсеміз осы болды. Мысалы, біз қазір Ойорда деген жобаны жасаймыз, оқырмандар клубы. Ол тек Астана қаласында. Бірақ біз барлық қазақстандықтармен байланыста болғымыз келеді. Мысалға, менің таныстарым бар, ауылда, мысалы, жұмыс жасауы мүмкін мектепте, бірақ ол кітап оқиды, бірақ коллективі кітап оқымауы мүмкін. Оның кітап оқитын ешкім білмейді. Ол жаңағыдай бөлісетін адам іздеуі мүмкін, өзіне рухтасшан іздеуі мүмкін, сондай ортаға қосылғысы келуі мүмкін, бірақ та жаңағыдай да ол кісінің жұмысына, жағдайына байланысты ол нәрседе мүмкіндігі болмай тұр. Бірақ біз сол мүмкіндікті беріп, яғни беріп дегенде соған себепші болып, барлығымыз онлайн бір жерде отырсақ деген ниет болған. Ниет бар. Ол әлі де жалғасып келе жатыр, ол ұзақ уақытқа алғандағы жоба деп білемін. Өзі біздің мынандай күліп айтам, Ойорда мен Парақта да сол миссия ғой, барлық кітап оқуды насихаттау. Бірақ біздің миссиямыз ол жете алмайтын мақсат деп айтам. Яғни біздің мақсатымыз жете алмайтын мақсат. Жете алмайтын мақсатқа қарай ұмтыламыз деген. Қызық, өйткені барлық қазақстандық кітап оқып кетуі біздің тірі кезімізде ол мүмкін емес болуы мүмкін. Бірақ та біз кетіп қалғаннан кейін де ол мақсат жалғасын таба береді. Сол үлкен андай мақсатта бір кішкентай мақсаттар бар да, оқырмандар клубын жасау, оқырмандар клубына осында 200 адам қосу деген сияқты сондай кішкентай мақсаттарға жету арқылы сол үлкен мақсатқа қарай қадамдар жасай береміз.
және де оның жете алмайтындығымызды біле тұра соған қарай ұмтыламыз. Тамаша. Парақта жобасы қашан ашылды? Парақта негізі маусым айында жарық көрген. 2025. Сол кезде дайындағанбыз ботты. Одан кейін белгілі бір себептермен басқа да жобалардың несімен келіп осы күз айынан бастап негізі қыркүйек айынан Ой-Орданың маусымында нақты платформа ретінде таңдадық. Яғни бүкіл кітап оқушы 170 адамның барлығы оқыған кітаптарын сонда белгілеп отырды. Одан кейін біз оны тек Ой-Ордалықтарға ғана емес, басқа да адамдарға дос болашақ деп барлығына тегін қолдануға рұқсат бердік. Тамаша. Енді осы Ой-Орда жобасы туралы да кішігірім сөз қозғасақ. Осы Ой-Орда жобасы қашан ашылды? Бұны ашуға не түрткі болды? Қазір командада қанша адам бар? Ой-Ордаға қазір 2 жылдан асты. Өзі біздің туған күніміз, яғни алғашқы құрылтай болған күннен бастап есептейміз. Сол қаңтардың 20-сы. Қазір 2-ші жылдан асып бара жатырмыз. Негізі ол жердегі адамдардың барлығы бір оқырмандар клубында болған кісілер. Және де бірақ тек қана осы кітап оқып өзіміз ғана дамығаннан бөлек бізде басқаларға әсер етейік деген ниеттен пайда болған. Себебі ол жерде жүрген басындағы 12 адам болса, сол 12 адамның барлығының негізгі ішкі ойы ол қоғамға қызмет ету. Ал қоғамға қызмет етудің ең тиімді жолы біздің ойымызша кітап оқуды насихаттау болды. Өйткені ол қазір бірден нәтиже беретін нәрсе емес. Мысалы, сізге кітап оқы десем, сіз ертең кітап оқып кетуіңіз мүмкін, бірақ ол санаңызда қалуы мүмкін. Кейіннен осыны бір айтып еді ғой деп оқуыңыз мүмкін. Қолымыз кезде ашып барады. Сол кітап сіздің басқа кітаптарды оқуға себепкер болуы мүмкін деген сияқты. Білімнің барлық көзі ол кітапта. Ал сондықтан да біздің ойымызша ең тиімді әсер етудің жолы ол кітап. Және де ол сол жердегі жүрген адамдардың ішіндегі бір дерт деп айтамыз. Сол дертте қоғамға қызмет ету, пайдалы болу, ертең өскелең ұрпақты ойлау, қазақ тілін ойлау, барлығы іштей жағады да, жаңағыдай әрекет болып солай шығады. Ал Ой-Орда сондай жанып жүрген қоғамға қызмет етеміз, және кітап оқуды насихаттағымыз келеді деген адамдарға бір орта сондай мүмкіндік беретін орта. Қазіргі бізде бас аяғына дейін ұйымдастырушылардың саны шамамен 100 адам болды. Бірақ бізде тек бізде өзіміздің жүйеміз бар жасалған. Ішіндегі бөлімдер бар, рекрутинг системасы бар, жаңағыдай қалай адамдарды қабылдаймыз, қалай шығарамыз. Ол HR бөлімі деген бар. Ол бөлім өте қатты жұмыс жасайды сол нәрсемен. Қазіргі таңда 38 адам белсенді. Тамаша. 100 адамның 38 адамы. Тамаша. Ал оған дейінгі 60 адам, ол кісілер жаңағыдай басқа қалаға көшіп кеткен кісілер болуы мүмкін. Белгілі бір отбасылық жағдайларына байланысты шыққан болуы мүмкін деген сияқты. Ол кісілер яғни белсенді ұйымдастырушылар құрамында жоқ, бірақ Ой-Орданың құрамында жаңағыдай түлектер болып сөйтіп қалады. Тамаша. Түсінікті. Демек, парақта жобасында да, Ой-Ордада да ұлы мақсат, асқақ армандар бар. Қоғамға қызмет етем деген адамдар сонда жиналған. Тамаша. Енді байқап отырмыз, сіз өзіңіз де кітапты көп оқисыз, кітап оқуды насихаттайсыз. Енді кітап оқуға қызығып жүрген, бірақ зейінін қоя алмай жүрген кісілерге қандай оқу техникаларын ұсынасыз? Және кітап оқудың маңызын қысқаша түсіндіріп берсеңіз. Не үшін біз оқуымыз керек деген сұраққа жауап берсеңіз. Не үшін оқуымыз керек десек, ол көкжиекті дамыту, енді өте қарапайым нәрселер, естіп жүрген заттар болуы мүмкін. Бірақ білімнің көзі осындай екендігін түсінген сәтте адам ол кітап оқып кетеді деп ойлаймын. Бірақ ол үшін енді әрекеттер жасау керек. Ол бірінші кітап ұнамай қалуы мүмкін, тағы да көру керек. Жаңағы өзіне керекті кітапты іздеу керек қой. Ал сол нәрсеге техника дейтін болсақ, мен ешқандай жаңағыдай тез оқу техникаларын білмейді екенмін. Бірнеше рет қараған, бірақ өзім қолданбаймын. Тек тұрақтылық, күніне 5-10 бет болсын оқып отыру. Көп адам мысалға сіз Стивен Кингтің Жасыл мильден кітабын ұстап отырмыз. Осы кітапты мысалға алғашқы 50 бетін, мысалы айтайық, 50 бетін оқып әрі қарай шаршап қалуыңыз мүмкін, жалығып кетуіңіз мүмкін, одан кейін жоламай қоюыңыз мүмкін ол кітапқа. Ол шаршатып жібереді, ұйқым келіп кетеді, мен кітап оқысам деген сияқты. Ондай ұйқым келгенге дейін қатты өзіңді қинап оқып керек емес. 5 бет оқысаң да жалығып зейінің ауып
бара жатса жаба салу керек. Ол жаба егер салу қадірін кетірмеу керек кітап. ертеңгі күні немесе жаңағыдай бір шаруаларды істеп келесіз да қайтадан келіп ашып оқисыз, фокусыңыз шашып барады ма жаба саласыз деген сияқты. Ол бір кезде уже құлшынысыңыз артады, кішкене көбірек оқисыз деген сияқты. Солай. Бірақ әу баста кітап оқуды қызықтыру үшін ең күшті ол жаңағыдай Жасыл мел деген кітапта менің алғашқы оқыған кітаптардың бірі. Ол көркем әдебиеттен бастау ғой. Иә, келісемін. Көркем әдебиеттен бастау керек. Сосын ол әдет қалыптасқаннан кейін уже әрі қарай дами береді деп ойлаймын. Тамаша, тамаша. Сіздің ең сүйікті кітабыңыз деп атай аламыз ба бұл кітапты? Жоқ. Ең сүйікті кітабыңыз қандай? Ең сүйікті кітабым ол Мартин Иден. Джек Лондон. Джек Лондонның Мартин Иден кітабы. Тамаша. Ол кітаптар туралы бірнеше сипаттамалар бар, бірақ жалпы қызық кітап. Дәл солай. Менің өмірімді өзгерткен кітап сол деймін. Сондықтан да бұған дейінгі барлық жерде Мартин Иденді айтамын. Ойырдалықтар білет, күлет, Мартин Иденді ойласа еске түсіреді. Ол жерде қысқаша айтқан кезде кітап адамның махаббат деген басқа да сценарийлер бар, жаңағыдай сюжеттер бар. Бірақ та маған сол басты кейіпкердің Мартин Иденнің кітап оқу арқылы өзін қалай биікке көтергендігін көру маған қатты әсер етті. Оған дейін де кітаптар оқығам, жаңағыдай үзіп оқығам. Бірақ қызық несі жаңағыдай әпкем бар үйде, ол кісі де кітап сататын. Сол кісі айтып жүреді, Мартин Иденді оқы, Мартин Иденді оқы деп, жақсы кітап деп естимін деп. Сосын бірақ оқымай жүрмін. Сосын бір күні келеді айтады, Саясат Нұрбековтың кітабын, өмірін өзгерткен кітап Мартин Иден екен дейді. Сосын мен болдым да, мен мына кітапты оқимын, бекер емес деп. Саясат Нұрбек болса болады оқы деді. Сол бір себепші болды да. Сол мен кітап оқығаннан кейін қатты шабыттандым. Негізгі қазіргі жасап жатқан әрекетімнің барлық бастауы сол Мартин Иден шығармасынан алады. Жаңағыдай ойырда кітап кофені ашқандығымыз, ойлы жастардың жиналуы, ойырда бал, оның барлық жаңағыдай зиялы қауымның, кітап оқитын адамдардың бір жас болсақ та сол ортаға жаңағыдай сондай ортада болғымыз келетіндіктен, сондай жастардың басын қосып, олар бір-бірімен жаңағыдай идея алмасса, бір-бірінен білім алса, сол жерде бір жаңа жобалар жарық көріп жатса, біз оған қатты қуанамыз. Енді Мартин Иденде сол жаңағыдай көріністер бар. Бір-біріне әсер етсе дейсіз ғой. Иә. Тамаша. Жалпы енді кітап туралы біраз әңгімелестік. Енді сіздің командамен жұмыс істеуіңіз туралы сөйлессек. Қазіргі уақытта сіз Парақта командасымен жұмыс істейсіз, жетекшісіз. ОРда ойлы жастар командасында директорсыз және инженер жобалаушысыз. Сіз демек дәл қазіргі таңда 3 командамен жұмыс істейсіз. Оның екеуіне жетекшілік қызметтесіз. Сіз командамен қалай жұмыс істеп жүрсіз қазір? Өйткені қазіргі таңда бәріміз білеміз, негізінен командада жұмыс істей алатын, көшбасшылық қасиеттерін көрсете алатын адамдар аз. Негізі барлығы балалық шақтан бастау болады деп ойлаймын. Негізі бірінші адам қазір немен айналысам, менің мықты қабілеттерім қандай десе, өзі жалпы менің ойымша бірінші адам өзінің бойында Алла тағала берген, Құдай берген мықты қабілеттер бар. Әр адамның бойында бар. Бір қырын күшті қылып қойған басқалардан қараған кезде. Бір адам сол мықты қабілетін іздеу керек. Сол ізденіс жолы өз-өзіңді тану дейді, өз-өзіңді табу дейді қазір. Ол нәрсе үшін көп нәрселерді қарау керек. Жаңағыдай байқап көру керек, мынаны көру керек, мынаны көру керек. Бірақ та енді кішкене менің не нәрсеге құлшынысым бар екен деп адам ойланатын болса, менің ойымша ол балалық шағына қарау керек. Мектеп кезіне қарау керек. Сол кездерде не нәрсе қолынан жақсы келді, сол икемділігі не нәрсеге бар. Сол балалық шақтан кішкентай кезден немен айналысса, сол нәрсені көру керек деп ойлаймын. Енді менде кішкентай кезімнен байқағаным ол жаңағы ұйымдастырушылық болды. Жаңағыдай іс-шараларды ұйымдастыру болсын, жаңағыдай қыстың кезінде бір мүсіндер жасайтын едік қармен, андай әдемілер. Аққала сияқты. Иә, аққала, ұлу деген сияқты, жылға байланысты. Енді сондайға нәрсеге дейін ұйымдастыруларды алу деген сияқты. Енді сол жақтарға қарайтын болсақ, баяғыдан сол ұйымдастыру жолында келе жатқан екенбіз, бірақ оны байқамағанбыз, ол саналы түрде болмаған. Сөйтіп осы ойырдаға келгенде де мен жаңағыдай жетекші болып кетейін деген сияқты не болған жоқ. Өйткені негізін қалаушылар 12 адам ғой. 12-13 адам негізін қалаған.
ол мен жасап шыққан жоба емес та. Түсінікті. 12-13 адам негізін қалаған. Әркімнің өзінің мықты қабілеттері бар, және де әркім өз-өзін тапқан, барлық бір саланың мамандары ол жерде. Орта жас 24 жас болды. Көбісі жаңағыдай бізде студенттік ұйымдар деп ойлауы мүмкін. Иә, ол бізде 33 жастан 18 жасқа дейін қамтиды. Тест бар, Gallup тест деген бар. Сол нәрсені тапсыратын болсаңыздар, ақылы түрде шамамен бір 30 мың теңгедей тұрады. Бірақ жаңа өзіңнің 34 қабілет болады адамның бойында. Сол 34 қабілеттің қайсысы сенде басым, қайсысы әлсіз, сол нәрселерді көрсетіп береді. Және де ол арнайы талдап беретін мамандар бар. Сол кісілермен ақылдасып сөйлесетін болсаңыздар да, жаңағыдай сенің мықты қабілеттерің осылар, сен осымен жұмыс жасауың керек деп айтатындар болады. Және де сол нәрседе мен өзім тануым үшін өте көп көмектесті. Мен бұған дейін жаңа ұйымдастырушылық қабілетім бар екендігін білсем де, Gallup тестін тапсырғаннан кейін, енді ол сенің бойындағы қабілеттерді ашып береді ғой. Просто көзім жетті ол нәрсеге. Менің мықты жағым осы екен. Және де Gallup-тың айтатыны да усиляй сильное дейді, яғни мықты жағынды дамыту дейді. Яғни мықты қабілеттерін көрдім, сол нәрсемен жұмыс жасадым. Оны дамыту үшін әрине не істейміз? Кітап оқимыз. Тек сол бағытта кітаптар көп оқимын негізінде. Басында көркем әдебиеттен бастағанмен, қазіргі оқып жатқан кітабының барлығы қатты фильтрдан өтеді. Және де мен қызыққан кітаптардан оқимын. Және ол қызыққан кітаптар командамен жұмыс, адамдармен қалай жұмыс жасау керек. Тамаша. Қазір кітап қоржыныңызда қанша кітап бар? Нақты санамадым. Шамамен. Бір 120-130-дай болып қалады шамамен. Тамаша, керемет. Иә, солай болды. Жаңа мектеп туралы жақсы айттыңыз. Мен сізге мектеп туралы да сұрақ қойғым келген. Мектепте қалай оқыдыңыз? Және мектептегі үлгеріміңіз, өз-өзіңізді ұстауыңыз үлкен өмірде қалай әсер етті? Мектепте 7-ші сыныпқа дейін үздік болғам. Одан кейін жаңағыдай қоғамдық істерге араласып бастадым. Бірақ ауылдан бастаған ғой негізінде. Ауылда бар кезде барлық үйірмелерге қатысатын. Ол жерде теннис болды, домбыра болды, домбырамен ән айту болды, волейбол болды, кикбоксинг болды. Күнделікті бүкіл неге өзім қойып тастағам. Ауылда не бар, соның барлығы. Биге де бардым. Ауылда шүкір сондай мүмкіндіктеріміз болды. Одан кейін қалаға келдік. Қалаға келгеннен кейін жаңағыдай бір жылдай өзіммен жабылып жүрдім. Тек қана кітап оқыдым, сабақ оқыдым, үздік болдым. 8-ші сыныптан бастап ұйымдастырушылық нәрселерге кірістім да, сонда сабағым құлдырады. Орта деңгей ғой. 4 сабағым бар, 4 қалған 5 болған. Тамаша. Осы подкастты көретін мектеп оқушыларына қандай кеңес беретін едіңіз? Мектеп оқушыларына? Мүмкін көреді, мүмкін көрмейді. Көріп қалған жағдайда не деп айтасыз? Жан-жақты болу керек шығар. Барынша жаңағындай. Ол кезде мектеп оқыған кезде де өзің тауып кете алмауы мүмкін, бірақ шама келгенше бүкіл пәндерді оқып, тырысып, өзіңнің бір мектеп бітірген кезде мен ана нәрсені ұнатады екенмін деген бір хобби алып шығатын болсаң, өте жақсы сияқты. Сосын ең маңызды нәрселердің бірі ол ағылшын тілі. Ағылшын тілін оқып керек. Қазір білесіз? Қазір сонымен университет кезде оқыдым, кеш оқыдым. Оған дейін ойым андай жеңіл болып жүрген, ағылшын тілінің керектігін түсінбедім. Көп айтса да мен нақты неге керек екенін түсінген жоқпын. Сосын айтатын, мен ағылшын керек болса үш айда оқып аламын деп. Бірақ олай емес екен. Ағылшын тілі ол кәдімгідей ұзақ жылдар бойы оқылатын, қалыптаса беретін сондай қабілет екен. Сондықтан да мектепте мүмкіндік бар кезде сол сабақтармен қоса ағылшын тілін міндетті түрде біліп алып шығу керек деп ойлаймын. Одан кейін жаңағыдай жайлап кішкентай кітаптардан бастап оқи беру керек. Өзі бізде қазақ әдебиетінде бұрын болатын жаңағыдай жусанисі деген сияқты бір кішкентай шығармалардан мен өзім жаңағы ол кезде құлшыныспен күшті оқитын едім. Сол нәрселерден бастап оқи берсе, сол әдетті қалыптастырып алса, ол да өмірде өте көп көмектеседі деп ойлаймын. Енді сізге бір ойыңызды анықтау үшін бір ғылыми бір факт айтқым келіп отыр. Эксперимент нәтижесін айтқым келіп отыр. 1950 жылы Ұлыбританияның Лондон қаласында Джереми Моррис есімді британдық эпидемиолог бір эксперимент жүргізеді. Автобус жүргізушілері мен кондукторларға. Нәтижесінде отырып жұмыс істейтін автобус жүргізушілері көбірек жүрек ауруларына шалдығады екен. Бұл эксперименттің нәтижесін англо-американдық эпидемиологтар анықтап,
латын тіліндегі седере сөзінен, яғни отыру деген сөзден седентарлы мінез құлық деген ұғымды айналымға енгізді. Яғни мысалы адам неғұрлым көбірек отырып жұмыс істейтін болса, соғұрлым тезірек жүрек ауруына шалдығады дейді мыс. Енді қазір біздің жалпы қазіргі өмірдегі 60% іс-әрекетіміз отырып орындалады. Отырып орындауға келетін нәрсенің бәрін отырып істейміз қазір. Және бір күндік демалысты толыққанды жатып өткіземіз. Бұның енді сіздің ойыңызша бұл дұрыс па? Седентарлы мінез құлыққа, жүрек ауруларына байланысты расымен бар деп ойлайсыз ба? Және сіз өзіңіз қалай демаласыз? Егер ғылыми дәлелденген болса, негізі былайынан келетін болса, енді келісетін нәрсе ғой. Көбіміз қазір отырып жұмыс жасаймыз, офисте де болсын, 8 сағаттай отырып деген сияқты жаттығу деп ойлаймын. Шешімі жаттығу жасау керек деп ойлаймын. Шама келгенше үнемі бір күнделікті бір отырып тұру болатын болса, отжимание болса да, соның өзі көп көмектеседі. Біз қиындатып алғанды жақсы көреміз ғой. Ана миымыз біздің еріншекті, ондай қиындатып алғанды жақсы көреді, сөйтіп андай ой саған әлі не алу керек, абонемент алу керек, сен пока оған етпей тұр, кроссовки алуың керек, жүгірме, киімің болу керек деген сияқты неше түрлі сылтаурар. Бірақ үйдің несінде де жасай беруге болады деп ойлаймын. Және соның өзі өте көп көмектеседі. Келесі сұрағым университет туралы, яғни студенттік шақ туралы. Жалпы біз студенттік шақтарыңды бағалаңдар, университеттен кейін сендерді ешкім еркелетпейді деген сөз көп естиміз. Үлкен өмір қандай жалпы? Студенттік шақ аяқталғаннан кейін үлкен өмірде не істеу керек студент? Және үлкен өмірге өткенге дейін әр студент не істеп үлгеру керек деп ойлайсыз? Менің сол бағанағы айтқандай мектеп оқушыларына айтылған нәрсе, сол моментта сол сәтті жіберіп алған болса, дәл сол айтылатын дүниелер мына студенттерге де айтылады. Андай біріншіден ағылшын тілі, өз-өзіңді табу, және де бізде андай ғой, студенттік кез бәрін көріп қалу керек, жүріп қалу керек деген нәрсеге мен қарсымын. Өйткені ол студент, ол алтын кез. Сенің уақытың олай ол кездегі сияқты бос болмайды. Қазір үлкен өмірді айтатын болсақ, жігіт ретінде айтатын болсақ, ол жаңағыдай күнделікті атқаратын офис жұмыскері болатын болсаң, күнделікті жаңағыдай 8 сағат жұмысын жасайсың, келгеннен кейін жаңағыдай үй ішімен уақыт өткізу дейтін, одан кейін жауапкершілік арта береді жалпы. Отбасы құратын болсаңыз да, ол нәрсеге дайындық бар деген сияқты. Сондықтан енді сіз 8 сағат жұмыс жасап келіп, тағы да 4 сағат айлысқа дайындалу деген ол қиындау болуы мүмкін ғой. Сондықтан да студенттік кезде бос уақыт көп уақытта тиімді пайдалану керек деп. Барынша тиімді пайдаланып, уақытқа андай не болып, сараң болу керек. Сараң болып уақытқа барынша жаңағыдай өзіңді ашуға тырысып, бірінші курста, екінші курста жаңағыдай қоғамдық істермен айналыссаң, үшінші курстан бастап уже бізде мамандықтарда тереңдей түседі ғой. Біздің мамандықта үшінші курстан бастап тереңдеді. Сол кезде мамандыққа, сабақ оқуға көбірек көңіл бөліп, төртінші курстан бастап, шама келгенше үшінші, төртінші курстан бастап жұмыс жасай беру керек мамандықпен. Егер сіз сол мамандықты ұнататын болсаңыз, жалғастыра бересіз. Немесе ол мамандықпен жаңағыдай ұнамайтындығын түсінетін болсаңыз, онда басқа амалдарды жасап, ертерек қамдануға уақыт болады. Ал ерте жұмысқа тұру, ол көп нәрсе ұтасыз сол нәрседен. Ұтасыз? Иә. Өйткені бізде андай ғой, университет бітіргеннен кейін опыт жоқ жұмыс қалмайды деп атады. Сондай жұмыс таппай қалып жататын сәттер болады. Немесе аз жаңағыдай жалақыға жұмыс жасау керек сәттер болады. Сенің мамандығың 100 мың теңге ұсынуы мүмкін, бірақ мына жақта жаңағыдай оның алдында официант болып жұмыс жасағанда официанттар көбірек табуы мүмкін да. Бізде жұмыс жасадық қой, олар көбірек табады. Бірақ енді болашаққа жаңағыдай мамандығына қарайтын болсақ, сол 3-ші, 4-ші курста мамандыққа қарай жұмыс жасауға 100 мың теңге болсын, сол нәрсеге әрекетін жасай беру керек деп ойлаймын. Стипендия барлығымен нормально өтеді. Одан кейін сіздің тәжірибеңіз барлығы болғаннан кейін де университет бітіргеннен кейін де жұмыс табу жеңілдейді. Және де ол жерде сіз 100 мың теңгеге жұмыс жасауыңыз мүмкін. Ол әлбетте де сіздің тәжірибеңіз болғандықтан ол артық болады.
менің айтатыным сол жас мамандармен көбірек сөйлесу керек. Мысалға сіздің мамандығыңызда бір тәжірибесі мол кісі келіп сізге бағыт бағдар беретін болса өте күшті ғой. Қазір біз ментор деп айтып отырмыз, ұстаздық ететін болса, ол жаңағы уақыт жағынан тиімді қолдануға, бағыт бағдар беруге, біраз қырларды бетпей кесуге, артық нәрселерді алып тастауға, қай жақтарға көбірек фокус қою керектігін барлығын түсіндіріп беретін болса өте күшті деп ойлаймын. Енді сол біздің бастықтар көп маған әсер етіп жатыр қазір. Ал жас мамандар қолдан келгенше тәжірибелі мамандармен сөйлесуге тырысу керек. Дәл солай. Айтқанын екі етпей. Енді әртүрлі адамдар бар ғой, енді таңдап не дейді ғой, айтқан екі етпей дегенге. Біз жас маман деп жүгіріп жүретін адамдар болады ғой. Бірақ енді оның да тәжірибесі бар. Ол қадамнан да өту керек шығар. Мектептерде көп көреміз ғой жаңағы жас маман деген. Бүткіл қағаз толтыратын адамдар сияқты бар. Енді осы туралы сізге сұрақ қойсам тағы. Осы өзіңізді, мысалы, ойырда бар, парақта бар, өзіңізді жұмыс істеп жатқан компания бар. Осының бәрін қоса есептегенде өзіңізді өмірден өз орнын тапқан адам ретінде есептейсіз бе? Абайша айтқанда кетікке қаланған кірпіш ретінде сезінесіз бе? Дәл солай, иә. Өзімнің саламды, не істеп жүргенімді Аллаға шүкір әйтеуір кішкене ертерек таптық деп ойлаймын. Әркімнің ол салыстыратын нәрсе емес. Мектепте оқып жүргенде тапқандар бар, тағы да таныстарымыз бар деген сияқты. Мектеп кезінен өз-өзін тапқан. Қазір ол үлкен бір жобалар жасап жатыр деген сияқты. Бір кісі 30-ға келгенде табуы мүмкін деген сияқты. Оның андай ешқандай несі жоқ, бір шектеп тастаған нәрсесі жоқ. Жаңа мен айтып жатырмын ғой, студенттік кезде табуға тырысу керек деп, бірақ таппай қалдым деп бүйтіп бармақ тістеп өз-өзін бүйтіп тастай салудың қажеті жоқ. Әркімге әртүрлі уақытта келеді. Бізге сол кішкене сәл ертерек табу бұйырған екен. Сол миссиямызды шыңдала беретін нәрсе ғой. Шыңдала береді. Бас жаңағыдай қоғамға қызмет ету. Одан кейін отан отбасынан басталады дейді. Сол отбасының қамын жасау барынша. Қазақша сөйлесесің, сосын қазақша сөйлеу ме? Иә. Тамаша. Осы жерде ана нәрсені айтқым келеді. Айтады ғой, мақсаттарымен бөліспе деп. Ешкім білмеу керек, орындалмай қалады дегенге сәл қарсылығым бар деп ойлаймын. Өйткені идея болса, мақсат болса айту керек. Бірақ бәрін емес, дұрыс адамға айту керек. Қамшылап отыратын ба? Айтуын ғой, істе деп отыратын. Жоқ, шабыт беретін адамға, ойыңа ой қосатын, ойыңды дамытатын адамға. Кейбір адамдар болады, идеяны айтсаң, қатты сынап тастауы мүмкін. Жаңағыдай шек емес, әлі науың болса науың болмай қалады, бүйтпей қаласың. Осы керісінше жігеріңді басып, былайша айтқанда жаңағы неңді қашырып жүреді. Ниетіңді. Иә, істегің келмей қалады. Ауыр қылып көрсетіп жүретін адамдар болады. Сондықтан да дұрыс саған шабыт беретін, оқытасы, сен жақсы түсінетін адамға айтсаң, ол керісінше саған ой қосса, дамытуға көмектессе, күшті. Ондай сәтте, сондай адамдарыңыз қасыңызда болса, айту керек, талқылау керек деп ойлаймын. Жаңағыдай ол ондай не болмай жатса, мүмкін жазу керек. Және де жазғаннан кейін ChatGPT-мен де бөліссеңіз болады. Ол да ойға ой қосады. Бірақ адамның несіне бәрібір әлі жеткен жоқ деп ойлаймын деңгейі. Кейбір жұмыстар жеңілдетуге өте қатты көмектеседі, жүйелеуге көмектеседі. Бірақ идеялар жағынан келетін болсақ, адамға ешкім жетпейді ол бәрі. GPT туралы сіздің ойыңыз. GPT-ден демек сіздің тұжырымдамаңыз бойынша идея сұрамау керек, ұсыну керек, бірақ соны жүйелеп беруін талап ету. Идея сұрасаңыз да болады, шектеу жоқ ешқандай. Менің өз жұмыс жасау стилім, мен идеяны өзім айтамын оған. Кемшіліктерін айт деп айтамын. Өзі неше жыл бұрын 3 жылдай болып қалды ма оған? 2 жыл ма? 3 жылдай болып қалды ғой, қателеспесем шыққанына. Шыққан беттен бастап қолданамын ChatGPT-ді. Жүйелеу жағынан қатты көмектеседі. Мен оған идея айтамын, кемшіліктерін айт, жүйелеп бер деймін. Бірақ қазір біраз жұмыс жасағаннан кейін ChatGPT-дің жазғанын бірден біліп тұрасың. Ол жаңағыдай плюс версиясы болсын, жаңағыдай ақылды несі болсын, білініп тұрады. Бәрібір жаңағыдай жасанды интеллект қолданғанын білініп тұрады. Ол мүмкіндікті қолдану керек деп ойлаймын. Барынша жаңағыдай қашатын адамдар бар бізде.
жоқ мен нетпей сен істемесең басқа біреу айналыса береді да. Иә. Сен бас тартқанмен ғалымдар жаңағыдай жұмыс жасай береді, дамыта береді бәрібір. Сондықтан да одан жаңағыдай ағымнан нетпей қалып қоймай, керісінше барынша өзіңе қарай қолдану керек деп ойлаймын. Мысалы, бірақ сценарий жазу дегенге келетін болсақ, алдындағы сияқты ол ChatGPT-ге кішкене қиындау, бәрі адамның несі, ойы, идеясы, ол жаңағыдай ситуацияны түсінуі, сол нәрсені бәрібір біз жүрікпіз ғой. Бірақ барынша қолдану керек. Жақында осы әлеуметтік желіден көрдім, қателеспесем, осы Қажы Мәділов айтқан болуы мүмкін. Егер қазақ тілінің жанашыры болсаңыз, ұрандатып көшеге шығудың орнына жасанды интеллектке тапсырма беріп, соның қатесін түзеңіз деген сөз. Осыған келісесіз бе? Осыған келісесіз бе? Келісемін. Яғни Әрекет ету ғой. Әр саланың маманы өзінің мамандығы бойынша тапсырма беріп, соның қатесін түзетіп отырса, біз дамимыз дегендей идеяны ұсынған болады. Иә, болмаса жаңағы жасап жатқан саламызда қазақ тілін енгізу деген сияқты. Біздің сұхбатымыз аяқталуға жақын. Сізден енді қазір соңғы сұрағым қойсам, өзіңізге ұнаған және біздің көрермендерге де ұнайды деген өмірлік мән мағынасы бар бір фильм, бір подкаст, бір кітап ұсынсаңыз. Подкаст көп қараймын. Бізде жұмыста мүмкіндік бар ол нәрсеге. Бірақ жаңағыдай өмірімді өзгертіп жүретіндей, мынаны оқы дейтіндейге қазір таппай тұрмын тағы да. Бірақ та мен канал айта аламын. Қатты маған әсер еткен каналды айта аламын. Ол Infactorial подкаст деген бар. Олжас Сүлейменов деген кісі жасайды. Infactorial деген ол жаңағыдай айтишниктарды, IT мамандығымен жұмыс жасайтын адамдарды дайындайтын жоба. Ол жерде жаңағыдай жасанды интеллект бар, жаңағыдай код жазу, түрлі нәрселерді үйретеді. Орамал тон болмайды, жол болады демекші. Біздің сұхбатымызға келіп, алтын уақытыңызды қиып, жобамызда қонақ болғаныңыз үшін университетіміздің атынан кішігірім сыйлығымызды дайындап едік. Қабыл алсаңыз. Келгеніңізге рахмет. Көп рахмет. Өздеріңізге де жобаларыңызға береке тілеймін. Баса беріңіздер алға. Бұл мен бастамасы ойын. Үлкен тұлғалар, мықты кісілер өте көп. Сол мықты кісілер болса университеттің табалдырығын аттап, өздеріңізбен танысып, сіз де олармен танысып, білім алмаса беріңіздер, бұйырса жасап жатқан істеріңізге береке тілеймін. Каналдарыңызда адамдар көп болсын, көрермендеріңіз көп болсын, мыңдаған, жүздеген, 100 мыңдаған жаңағыдай көрермендер көре берсін. Барынша береке тілеймін. Мен де жаңағы Стивен Кингтің осы кітабын алып шыққам. Көркем әдебиет болуы мүмкін, бірақ өте жақсы жазылған роман. Кітап оқып бастаған сәттерімде оқыған едім. Осыны да сіздерге сыйға тартқым келеді. Жаңағыдай естелікке деп университеттің атына немесе сіздердің жаңағыдай жобаларыңыздың атына жазып қазір жазсаңыз болады. Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе? Әйтеуір біраз өмірді өткіздік. Алыстық, жұлыстық, айтыстық, тартыстық, әурешілікті көре келдік. Енді жер ортасы жасқа келгенде қажыдық, жалықтық. Істеп жүрген ісіміздің барлығының байлаусыз баянсызын көрдік. Қажыдық. Ал енді қалған өмірімді қалай өткізем? Соны таба алмай, өзімде қайрамын. Абай Құнанбайұлы, бірінші қара сөз. Құрметті көрермен, сіз осыған дейінгі өміріңізді қалай өткіздіңіз? Және осыдан кейінгі өміріңізді қалай өткізбексіз? Сіздермен бірге болған Ойланайық студенттік подкаст жобасы бізде қонақта Ердәулет Аянұлы және жүргізушісі Мүбәрәкұлы Абай. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Әлі алда ойлан, саспа, өтірік соқпа, ойлан, қойма, ойлан, қума. Уличный папа, домашний папа.